Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы белсенді күрес жүргізіп жатырмыз. Бұл еліміз үшін өте өзекті, қажетті мәселе. Қазақстан жемқорлықпен күрестің негізі көрсеткіштер бойынша айтарлықтай алға басты. Халықаралық рейтинг агенттіктері осылай деп бағалап отыр, деді президент. Тоқаевтың пайымынша мұнымен төкмелесіп отыруға болмайды. Өкінішке қарай жемқорлық жұрттың санасына сіңіп, әбден әдетке айналып кеткен. Бұл ащы болса да шындық, деді ол. Сондай-ақ ол кейбір адамдардың шектен тыс байып кеткеніне туралы айтты. Азаматтарымыз саяси қолдауға ие болған кейбір адамдардың шектен тыс байып кеткеніне наразы. Оған қоса олар байлықтардың қомақты бөлігін шетел асырып әкеткен. Халықтың ашуын түсінуге болады. Сондықтан менің жарлығыммен арнаулы мекемеаралық комиссия құрылды. Комиссияның міндеті шетелге заңсыз шығарылған қаржыны елге қайтару. Бұл өте күрделі жұмыс, ұзаққа созылуы мүмкін. Себебі көптеген заңдық процедурадан өту керек. Бірақ біз қалай болса да бұл мәселемен мұқият айналысуымыз қажет. Әйтпесе әділетті қоғам туралы сөз қозғаудың өз қиын болады, деді Қасым-Жомарт Тоқаев.